Сіз қай айда толдыңыз? Білесіз бе, кейде адамдардың мінез-құлқын өзін ұстауына, жүріс-тұрысына қарап емес, толған айына қарап біліп алуға болады. Бүгінгі видео осы жайлы болмақ. Видео басталмас бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, ана тіліміздегі контенттің дамуына үлес қоса кетіңіз. Жылдың ең алғашқы айы қаңтарда туылған адамдар өмірде шыдамды адамдар. Олар барлық қиындықтарға сабырмен қарап, оны жеңіп өтеді. Барлық нәрседен сабақ алуға тырысады. Қаңтар айында туылған адамдардың ішкі жан дүниесі сұлу, әрі олар армандаудан ешқашан жалықпайды. Олардың сыртқы көрінісі біраз сұсты көрінгенімен, бірақ олар өте кішіпейіл әрі мейірімді жандар. Қаңтарда туылғандар досқа адал, олардан көмегін ешқашан аямайды. Бұл адамдар үнемі жаңа нәрселермен танысқанды ұнатып, және позитивті ортаны өте жақсы көреді. Қаңтар айында туылғандарды сындыру және ренжіту өте оңай, бірақ олар тез арада аяққа тұрып, болған нәрсенің бәрін кешіріп жібереді. Есіңізде болсын, олар бір істі бастаса, оны соңына дейін жеткізіп, мақсаттарына жете алады. Оларды райынан қайтару мүмкін емес, себебі олар еркін адамдар. Келесі ақпан айында туылғандар тез ойланып, жылдам шешім шығара алады. Олар туралы қызықты бір факт бар. Бұл адамдар айналасындағы достарын санына емес, сапасына қарап таңдайды. Сондықтан олардың достары да көп емес. Олардың сыртқы көрінісі өте ашушаң болып көрінгенімен, ішкі жан дүниесі өте мәрт. Сондықтан олардың сыртқы көрінісіне қарап бағаламаңыз. Олар өмірде өте ақылды, жеті өлшеп бір рет кесетін адамдар. Олардың басқа да жақсы қасиеттері толып жатыр. Олардың арасында өте әдемі, көңілді, позитивті және ақылды адамдар көптеп кездеседі. Наурызда туылған адамдардың кейбіреулері әңгімешіл және көпшіліктің назарын өзіне аударғанды жақсы көреді. Олар өз пікірін бірінші орынға қояды. Наурызда туылған адамдар байлық пен мал дүниеге қызықпаса да, өзінен еш нәрсені аямайды. Олар айналасындағылардың бәріне жәрдем беруге дайын. Тіпті кейде біреуді құтқару үшін өз өмірін қауіпке тігуге де қорықпайды. Егер де сізге наурыз айында туылған адам ақыл айтып жол сілтесе, міндетті түрде оларға құлақ салыңыз. Себебі олар ешқашан өзгелерге жамандық ойламайды. Наурызда туылған адамдардың кемшілігі, олар өте сенгіш, кейде қапаланғыш келеді. Бірақ бір нәрсені біліп қойыңыз, оларды алдау оңай болғанымен, сіздің істеген жамандығыңызға ойламаған жерден жауап қайтаруы мүмкін. Олар мәрт, біреу оларға жақсылық істесе, оны ешқашан ұмытпайды. Наурызда туылғандардың арасында өнерлі адамдар өте көп. Сәуірде туылған адамдар үлкен істерді алып жүре алады және ешкімге тәуелді болғысы келмейді. Бұл адамдар басқа адамдарға қарағанда алға ұмтылу жағынан бірінші орында. Себебі олар өздеріне берілген істі тез әрі жоғары дәрежеде орындап шыға алады. Жалпы айтқанда, бұл адамдар әрекетке мықты және өткен іске өкініп отырмайды. Мақсатына жету жолына алдынан кезіккендерді аяп отырмайды. Олар реалистер, көпшілікпен жұмыс істегенді де жақсы көреді. Бір жақсысы, болмайтын нәрсеге бас қатырып, уақытын босқа өткізбейді. Олардың арасында мықты механиктер, стоматологтар, бизнесмендер және спортсмендерді көптеп кездестіруге болады. Келесі мамыр. Бұл айда туылғандар өздерінің еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Мамырда туылғандардың көпшілігі ән тыңдағанды, көңілді орталарда демалғанды жақсы көреді. Мамырда туылған адамдардың көпшілігі көңілді және әзілкеш адамдар болып келеді. Олардың күлкісіне көп сене бермеңіз, себебі олар адамның көзіне қарап, оның ішінде не болып жатқанын бірден біліп қояды. Оларды ренжітпесеңіз, сізден жақсы адам жоқ. Алайда байқаусызда ренжітіп қойсаңыз, олар бұны көпке дейін ұмытпайды.
Бұл адамдар өмірде өте ақылды, өзіне сенімді, есте сақтау қабілеті мықты адамдар. Олар сұлулыққа құмар болғандықтан, олардың ішінде суретті әдемі салып, биді де жақсы билейтіндер көптеп кездеседі. Кейбірі әнді де жақсы айтады. Олардың арасында әлемге әйгілі актерлар да аз емес. Маусымда туылғандар кім? Олар нені жақсы көреді? Сіз бұл адамдармен 1000 жыл өмір сүрсеңіз де оларды түсіне алмайсыз. Олар кейде мейірімді, кейде ашушаң, ал кейде өзінен басқа ешкімді жақсы көрмейтіндей көрінеді. Маусымда туылғандардың кейбіреуі жалғыздықты жақсы көреді. Олар бос уақыттарында дос-жарандарымен, туған-туыстарымен хабарласып отырады. Бұл адамдар өздерінің қызығушылығымен, ақылдылығымен және ізденушіліктерімен өзгелерден ерекшеленіп отырады. Бұл айда туылғандарды түсіну қиын. Олар басында болып жатқан қиыншылықтарын ешкімге айтпайды және соның салдарынан кейде депрессияға түсіп қалып жатады. Егер де сіз оларды байқаусызда ренжітіп алсаңыз, олар үндемей ғана сізді өз өмірінен бір жолата сызып тастайды. Олар өте ақылды және сымбатты адамдар, өз сөзінде тұра алады, махаббатқа берік. Олармен бір нәрседе ойыңыз сәйкес келмей қалса, ары қарай жалғастырып әуре болмаңыз. Себебі пікірталаста оларды жеңу мүмкін емес. Олардың бірден-бір кемшілігі өз денсаулығына салғырт қарауында. Шілдеде туылған адамдардың көпшілігі өз жарын қызғанады, махаббатқа берік. Шілдеде туылғандар өте балажан және олардан жақсы ата-ана шығады. Олардың жақсы жақтары өте көп. Бұл адамдардың кемшілігі аз, өзгелердің көзімен олар идеал адамдар. Олардың көңілі нәзік болғандықтан жақсы жазушы бола алады. Себебі бұл адамдар кішкентай ғана қарапайым нәрсенің өзін тамаша суреттей алады. Бұл адамдар әрі ақылымен, әрі жүрегімен сүйеді. Демек олар өмірде өз жарын таңдауда қателеспейді. Шілдеде туылғандар өте мейірімді, көңілді жүргенді жақсы көреді және өте ақылды адамдар. Тамызда туылғандардың бәрі дерлік қорықпай, тәуекелге бара алатын адамдар. Олар өздеріне өте сенімді, өзгелерді басқаруды жақсы көреді. Адамдардың алдында өз пікірін ашық айтудан да тартынбайды. Бұл адамдарға жамандық істесеңіз, қарымын қайтармай қоймайды. Олар кешіруді, ұмытуды білмейді және барлық ортада өздерін көрсете алады. Шындықты турадан-тура адамның бетіне айтуды да бірінші орынға қояды. Біреудің кемшілігін іздемейді, өз кемшіліктерін туралауға күш салуда. Олардың кейбірі өте сенгіш болғандықтан көп алданып қалады. Бұл адамдардың өмірде жолы болғыш, бақытты адамдар. Олар махаббатқа берік, бірақ онысын білдірмейді. Тамызда туылған адамдар бір сөзді және айтқан сөзінде тұра алады. Қыркүйек. Бұл айда туылғандар өмірге реалистік көзқараспен қарайды. Өзіне керекті іспен шұғылданғанды жақсы көреді. Олардан жақсы сұхбаттас және дос шығады. Себебі олар сөздерінің арасына мүлде өтірік қоспайды. Олар үнемі көңілді жүреді. Бұл айда дүниеге келгендердің кейбірі тез сүйіп қалады. Олардың көңілі бос және рахымды келеді. Бір қарағанда қой аузынан шөп алмайтындай көрінгенімен өз істеріне өте пысық. Бұл адамдар өте сенгіш келеді. Айналадағы болып жатқан жағдайларды қалай бар солай қабылдай береді. Оларға намыс жағынан тең келетін ешкім жоқ. Олардың көпшілігі ақшаның өмірде үлкен рөл ойнайтындығын біледі және жақсы көреді. Қазанда туылған адамдар өте сүйкімді және жағымды адамдар. Айналадағыларды бірден өзіне баурап ала алады. Себебі олар жақсы киініп, адамдарға әдемі сөйлегенді қатырады. Оларды жаман көру мүмкін емес. Себебі олар таныстарын жиі әңгімеге тартып, олардың көңілін таба алады. Олар өмірге өткір назармен қарайды. Сондықтан олардың арасында мықты судьялар мен құқық қорғау қызметкерлері шығады. Қарашада туылғандарды біраз рахымсыз деуі мүмкін. Себебі олар қатені кемнен-кем кешіреді. Олар өмірге салқын қандылықпен қараса да, сүйгеніне адал әрі романтик болады. Отбасына жайлы. Бұл айда туылған адамдар тез шешім қабылдап, өзіне сенетін, барлық істі сапалы орындайтын адамдар.
Қарашада туылғандар үйде отырғанды мүлде ұнатпайды. Көшеде серуендеу олардың сүйікті ісі. Сүйгеніне адал және өзіне де сондай адалдықты талап етеді. Олардың жүйкесі нәзік болғанымен олардан тамаша өмірлік жар шығады. Және соңғысы желтоқсан айы. Бұл айда туылғандар ешқашан адамның кемшіліктерін жасырып отырмайды. Керісінше олар әрқашан шындықты адамның бет жүзіне турасын айтады. Ол адамдар өмірдегі проблемаларға тез шешім шығарады. Өз пікірін сараптап, көпшіліктің сөзіне назар аудара бермейді. Олар тыныштықты және гармонияны жақсы сүйеді. Олармен сөйлесу адамға қуаныш сыйлайды. Себебі олар өзгелерге ақылмен сөйлеп, адамның жанына тыныштық сыйлай алады. Олар өмірді терең түсінетін, бәрін ақылмен шешетін адамдар. Желтоқсан айында туылғандар у-шуды ұнатпағанымен, көпшілік назарын өзіне аударып, оларға жақсы көңіл-күй сыйлай алады. Құрметті көрермен, арнамызға тіркеліп, осы видеоны таныстарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.